Қайырлы күн, назарларыңызда Ауыл Ньюс және мен Айсана Қахарман. Мәжіліс депутаты Аграрлық мәселелер комитетінің төрағасы Серік Егізбаевтың жетекшілігімен комитеттің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде ауыл шаруашылығы саласының өзекті тақырыптары қамтылған 5 мәселе қаралды. Жұмыс барысында басқа комитеттерден келіп түскен заң жобалары талқыланып, қорытындылары бекітілді. Мәжілістің жалпы отырысы алдыңғы аптада да өте қызу өтті. Таңсәуле Серіков кітапханалар қорын жаңарту және қаржыландыру қалай шешілмек деп сұраса, Аназ Баққожаев жастар еңбектің қадірін білмесе, азық-түліктің құнын қалай түсінеді деп сын білдірді. Жигули Дайрабаев мектеп пен колледжде қатар оқу тиімділігі туралы сұрап, Ерболат Саурықов ауылдың болашағы үшін ұлттық стандарттарды өзгертуді ұсынды. Сондай-ақ Таңсәуле Серіков ата-анасын қарттар үйіне тапсырғандардың жалақысының бір бөлігін ата-анасына аударуды міндеттеу қажеттігі жөнінде депутаттық сауал жолдады. Ауыл партиясының ел аумағында тұрақты негізде мен донормын акциясын өткізіп, қан донорлығына жұртшылық назарын аударды. Бұл жолы акцияны Ақмола облысы Шортанды ауданы Степное ауылының тұрғындарымен қатар көрші кенттердің халқы да белсенді қолдады. Батыс Қазақстан облысында ауыл партиясының 25 жылдығы және Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерейтойы аясында ауыл партиясының өңірлік филиалы жанындағы мейірім құшағы комиссиясының ұйымдастыруымен әже мен немере атты фестиваль өтті. Фестиваль ұрпақтар сабақтастығын нығайтуға, ұлттық дәстүрлерді дәріптеуге бағытталған. Елордадағы Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университетінде ауыл партиясы жанындағы ауыл жастары жастар қанатының жаңа филиалы ашылды. Бұл бастама ауыл жастарының білім, кәсіпкерлік және әлеуметтік саладағы белсенділігін арттыруды көздейді. Қарағанды облысы бойынша ауыл партиясының өңірлік аппараты Батамен ел көгерер Батагөлдер байқауының өңірлік кезеңін қорытындылау бойынша комиссия отырысы өтті. Облыс бойынша жалпы 11 бата келіп түсіп, жеңімпаздар анықталды. Батыс Қазақстан облысында партияның өңірлік филиалы жергілікті іскер әйелдер одағымен бірлесіп Батыс Winter Run 2025 марафонын өткізді. Марафонға 200-ден астам адам қатысты. Аталған шара ауыл партиясының демеушілігімен жүзеге асты. Марафон соңында қатысушылар медальдар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ауыл партиясының 25 жылдығы аясында Шығыс Қазақстан облысы бойынша өңірлік филиалы студенттер арасында үстел теннисінен қалалық чемпионат өткізді. Жарыс қалалық үстел теннисі орталығының негізінде ұйымдастырылды. Осы да өзге де жаңалықтарды біздің әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Ауыл аман, елің сел болсын. Келесі аптада жүздескенше.